Қадірлі студенттер, бүгін біз сіздермен Қазақстанның қазіргі заман тарихына пәніне байланысты лекциялық дәрістер өтпекшіміз. Негізінен өздеріңізге белгілі, Қазақстанның көне заманнан бүгінгі дейінгі кезеңдегі тарихын орта білім беру ордаларында, мектептерде, гимназияларда, колледждерде өтетін болса, оқу бағдарламасына сәйкес жоғары оқу орындарында қазіргі заманның Қазақстан тарихы пәні өткізіледі. Олай болатын болса, тарихтың біз көптеген мәселелеріне, қыр-сырларына үңілеміз. Біріншіден, тарихты танып білу үшін ең бірінші біз үлкен уақыт кеңістіктің ішіндегі оның кезеңдерін, оның уақытын, оның ғасырларын, осыған байланысты ол қалайша ерекшеленеді, сол мәселелерге тоқталуымыз керек. Құрметті студенттер, өздеріңізге белгілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні. Бұл көне бағзы замандармен қатар, өзіндік ерекшеліктерімен тарихи, экономикалық, әлеуметтік, саяси өмірлермен тығыз байланысты болғандығы белгілі. Әлем өркениетінде қаншама мемлекеттер болатын болса, соның ішінде өзіндік ерекшелігімен танылатын даму жолы бар Қазақстан. Бұл жолда Қазақстан әлем өркениетіндегі елдермен қатар бірге, бірлесе, бір қоғамда бірліктің, ерліктің, елдіктің нышандықтарын көрсетеді. Енді бір тоқталатын мәселе, енді біз тарихтың тылсым күштеріне келейік. Ол үшін ең бірінші біз тарихты қалай ғасырларға бөлеміз және кезеңдерге қалай бөлінеді. Осы мәселелерге тоқталайық. Біріншіден, тарихты ғасырларға бөлгенімізде дәуірлерге бөлсек, көне дәуір, орта ғасыр, жаңа заман, қазіргі заман деп бөлеміз. Әр дәуір, әр ғасыр үлкен әрі кезеңдерге бөлінеді. Олай болатын болса, енді мінекей еске түсірейік. Біріншіден, сонау мінекей көне заманның өзін көне дәуірді алып қарайтын болсаңыздар, ежелгі тас дәуірі немесе палеолит. Палеолиттің өзін үшке бөліп қарастыр. Ежелгі, орта, соңғы. Ал енді қарасаңыздар, сол мінекей ежелгі дәуірден бастап, осы кезеңдегі аралықта қаншама мінекей жаңағы ауқымды кезеңдер болды. Соның ішінде бір ғана мәселеге тоқтала кетсек. Мынау Қазақстан территориясын мекен еткен ежелгі тайпалардың өздері. Соның ішінде сақтардың заманы. Енді мінекей мемлекеттік нышанмен, оның мінекей жаңағы Қазақстанның территориясындағы мекен еткен тайпалардың мінекей жаңағы мемлекеттік құрылымы болып табылатын кезіндегі үйсін, қаңлы ұғын мемлекеттерін алып қараңыздар. Енді бір біз айта кеттік жаңа сіздермен, ол әрқашанда бір кезеңдерді қамтиды дедік. Кезеңдер қандай? Мысалы бір ғана уақыт алайықшы. Орта ғасыр кезеңдерін. Оның ішінде көне түркілерді айтасыздар, түргештілерді. Оның алдындағы түріктердің батыс түрік қағанат, шығыс түрік қағанаттар болып бөлінуі, Қимақ, Қыпшақ, Қарахан мемлекеттері, Оғыздар, мінекей жаңағы осы уақыттары Керей, Найман мемлекеттерін. Ал енді бір еске түсіретін мәселе, бұл кезіндегі мінекей Абайдың Ескендір поэмасындағы осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шаһары оған мекен деп, осы қай уақытта мінекей жаңағы қай кезеңді бейнелейді десек, сонда сіздер айтасыздар. Бұл кезіндегі мінекей жаңағы Александр Македонскийдің заманы, бұдан біз білетініміз осы уақыттардағы Массагет тайпалары, Кирді айта кетесіздер. Сонымен қатар мінекей жаңағы осыған байланысты сақ тайпаларының мінекей жаңағы бөлінуі, қандай бөліктерден тұрғанын айтасыздар. Енді бір мәселеге тоқтала кетейікші. Әр кезеңде біз жаңа айта кеткеніміздей, оның мінекей жаңағы ауқымды уақыттар болады дедік. Соның ішінде мына заман, қай заман, қысқан заман, басымыздан бақ дәулет ұшқан заман деп, осы уақыт қай кеңістікті айтады десек,
онда сіздердің барлығыңыз еске түсіресіздер, зар заманның кезеңін айтасыздар. Ал енді зар заманның кезеңіне келгеннің өзінде де мынау жаңағы Қазақстан территориясы патша үкіметінің Ресей империясының құрамына енген шақтарынан бастап, оның ішінде 1822-1824 жылдардағы мінекей уставтарға байланысты орта кіші жүзді хан биліктерінің жойылуы. Осыдан кейін мінекей жаңағы екпінді шабуылдаудың нәтижесінде Қазақстан территориясы толық Ресей империясының мінекей құрамына енген шағынан бастап, территория, қазақ өлкесі Ресей империясының мемлекеттік меншігі болып жарияланды. Мінекей осы уақыттарда өзінің елдігін, бірлігін, тәуелсіздігін, мемлекетінің мінекей жаңағы қайта гүлденуін мақсат мұрат еткен халқымыздың біртуар ұлдары ұлт азаттық көтерілістеріне ден құрды. Міне қарап отырсаңыздар, осы кезеңдерді, ал енді осы ұлт азаттық көтерілістердің қайсыларын мінекей жаңа айтасыздар десек, онда сіздер әрқашанда Емеле Пугачевтың мінекей жаңағы көтерілісіне қатынасқан кіші және орта жүздердің кезеңдерін, Сырым Батұлының мінекей жаңағы басқаруымен болған кіші жүздегі ұлт азаттық көтерілістерді, мынау жаңағы 19 ғасырдың кезеңіндегі ұлт азаттық көтерілістерге тоқтала кетесіңдер. Олай болатын болса, кезіндегі Есенгелді, Саржан мінекей жаңағы олардың қозғалыстары, Кенесары Қасымұлының ұлт азаттық мінекей күресі, осы мәселелерді. Олай болатын болса, әр ғасыр тарихи, саяси, экономикалық, әлеуметтік ахуалдарға байланысты ірі кезеңдерді қамтиды. Біз жаңа ғасырларымызды үлкен мінекей дәуірлерге бөлгенде Қазақстанның қазіргі мінекей жаңағы заманына келдік. Көне дәуір, орта ғасыр, жаңа заман, қазіргі заман дейді. Олай болатын болса, біз сіздермен Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәнінен білім алып сусындаймыз. Құрметті студенттер, алдымызда үлкен мақсаттар тұратын болса, осы пәнге келген кезеңде, оның ішінде Қазақстанның қазіргі заман тарихын меңгеру нәтижесінде ешқашан естен шығармай, бұл әлемдік тарих пен Евразия халықтарының тарихын зерттеу үшін үлкен маңызды екендігі. Өйткені қазіргі кезеңдегі Қазақстанның қазіргі заман тарихының пәні болып, ол мінекей жаңағы біздің республикамыздың көлеміндегі жеріндегі мемлекет пен қоғамның саяси, әлеуметтік, экономикалық мінекей жаңағы даму оның заңдылықтары болып табылады. Өйткені адамзат қоғамның, әлеуметтік таптардың, олардың мінекей қалыптасуы, олардың дамуы, мемлекеттік бірлестіктер, мемлекеттердің гүлденуі, мінекей сонымен қатар сабасына қарай, піспегі заманына қарай іскеге дейді, бұлардың құлдырауы, оған не себеп болды? Мінекей жаңағы әлеуметтік өмір мен халықтардың экономикалық қатынастары, көршілес орналасқан халықтар мен мемлекеттердің өзара қатынасы, сонымен қатар мынау жаңағы ұлттық қозғалыстар, оған не себеп болды сұрақтарына жауап беріп отыруымыз керек. Ал енді ескере кететін бір мәселе, Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні, бұл мінекей жаңағы өзіндік ерекшелігі философия, мінекей саясаттану, оның ішінде филология, әдебиеттану мінекей жаңағы ғылымдарымен, тіптен мінекей жаңағы бүкіл осы тарихқа байланысты пәндермен тығыз байланысты екендігі. Құрметті студенттер, біз әрқашанда тарихты танып білу үшін деректерге сүйенеміз. Оның ішінде мінекей жаңағы тарихи деректер дейміз. Оны жіктеп бөлгенімізде ең бірінші ислаттық деректер, жазбаша деректер және ауызша деректер деп бөлеміз. Сонымен қатар лингвистикалық, антропологиялық, этнографиялық ілімдер бұл негізгі мінекей зерттеу объектісінің негізгі қайнар көзі болып табылады. Қарап отырсаңыздар, осы деректердің өздеріне келсеңіздер, біз жаңа сіздермен тоқталып кеткендей заттық
жазбаша, ауызша деп отырмыз. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған әр заттар сол кезеңнен мінекей жаңағы құнды жәдігерлер болып табылады. Ал енді тасқа салуға суреттер болсын, немесе мінекей жаңағы патшалардың заңдарының жинағы болсын, бір-біріне жазған мінекей жаңағы сол кезеңдегі хаттар болсын, бұлардың барлығы жазбаша деректердің негізін көрсетеді. Ал заттық деректер мен жазбаша деректердің екеуін қиюластырып тұратын бұл ауызша деректер. Бір ғана мысал келтірейік. Ауызша деректерге бұл кезіндегі міне қарап отырсаңыздар, халқымыздың ауызекі әдебиетінде қалған әлеуметтік салт дәстүр жырлары болсын, батырлар жырлары болсын, бұлардың барлығы мінекей үлкен бір кеңістікті баяндап беріп тұрады. Бір ғана мысал қараңыздар. Сұрасам, руымды жағалбайлы, жылқысын көптігінен бағалмайды, өлгені төлегеннің рас болса, құдайым қыз жігітті неге алмайды дейді. Қарап отырсаңыздар, осы қай кезең дейтін болсаңыздар, сіздер естеріңізге түсіресіздер, кезіндегі мінекей жаңағы әлеуметтік салт дәстүр, батырлар жырларына байланысты. Оның ішінде, ал енді қай өлкеде десеңіздер, мынау Еділ мен Жайықтың бойын бейнелейсіздер. Сонымен қатар енді бір жағдайға тоқталып кететін болсақ, Қырымның қырық батыры, Алпамыс, мінекей жаңағы Қамбар батыр жырларына келетін болсаңыздар, сіздер уақыттарын сәл мінекей жаңағы дәл тауып айтатындарыңыз белгілі. Иә, сіздерге тағы да бір мәселеге тоқталып кетсек, кезіндегі мысалы бұл үлкен ауқымды іс-шараларды атқару жолындағы батырлармен қатар, әлеуметтік жырлармен қатар, енді мінекей қарап отырсаңыздар, осы уақытта жазба әдебиеттердің пайда болу мәселесін қарастырамыз. Олай болатын болса, біз курсты мінекей меңгере отырып, отанымыздың көп ұлтты, көп мінекей этносты еліміздің тарихын объективті түрде ашу, тану білу. Адамзат тарихындағы мына көшпелі өркениеттің рөлін атқару, еліміздегі мінекей мекен еткен, Қазақстан территориясын мекен еткен халықтардың тарихына көз жіберу. Қалайша көп ұлтты, көп мінекей этносты мемлекет болдық. Соған байланысты енді біз зерттеу объектісінің бүгінгі таңдағы экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайларынан қарамыз. Қадірлі студенттер, бүгінгі таңда қарап отырсаңыздар, бір ерекше бұл технологияның дамыған заманында егемен тәуелсіз Қазақстанның қазіргі кезеңінің тарихын зерттеуде мінекей жағы елеулі еңбектер атқарылады. Соның ішінде Қазақстан Республикасындағы Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетінің Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты, еліміздің мінекей Қазақстанның даму институты, мемлекет тарихы институтының үлкен рөлін айта кетуіміз керек. Иә, осы мінекей жаңағы институттардың белгілі тарихтың мінекей жаңағы майталмандары, үлкен зерттеушілер, ғалымдар үлкен мұра қалдырды. Бұл бір жағынан зерттеу объектісіне деген үлкен дерек көзінде болатын болса, екіншіден мінекей жаңағы біз сіздермен оқулық ретінде, оның ішінде тарихты танып білу мәселесінде өзіндік ерекшелігін қарастырамыз. Ал енді бір ерекшелік тарихта. Егерде қазіргі заман тарих пәніне байланысты келтіретін болса, біз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбектеріне біріншіден ол еңбекке тоқталып кетеміз. Ал ол еңбектер, ол ерекшелігі тарихнамалық тұрғыдан маңыздылығы. Соның ішінде тоқталып кетсеңіздер, әділеттің ақ жолы, тәуелсіздік белестері, Евразия жүрегінде, тарих толқынында, бейбітшілік кіндігі, ғасырлар тоғысында тағы да басқа еңбектеріне тоқталамыз. Тәуелсіз Қазақстанның тарихи ғылымы және оның тарихнамасының даму мәселелеріне үлкен еңбек еткен, үлкен құнды еңбектер қалдырған бұл белгілі қоғам қайраткері, академик, тарихшы, талай мінекей жаңағы тарих саласының ғалымдардың ұстазы Манаш Қабашұлы Қозыбаев болып табылады. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихында, оның алғышартында
1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің де рөлі. Бұл салаға келген кезде қаншама мінекей еңбектер жарыққа шықты. Оның ішінде осы Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың, белгілі журналист Коммунар Табейдің, Мұхтар Шахановтың еңбектеріне тоқталамыз. Қадірлі студенттер, мен сіздерге әр лекцияда презентациялық материалдар және әдебиеттер тізімдерін беріп отырамын. Ал жаңа айта кеттік, уақыт кеңістігі, замана талабы бұл біздің технологияның дамыған кезеңін көрсетеді. Оның ішінде қарап отырсаңыздар, интернет жүйесі арқылы келетін, мұрағаттар арқылы келетін, бүгінгі мінекей әр сайттардан, мінекей мемлекеттік сайттарға қарап көріп отырсаңыздар, оның мінекей рөлін бағалап отырасыздар. Қадірлі студенттер, біз сіздермен осы Қазақстан тарихының қазіргі заман пәніне байланысты көптеген мағлұматтарды алуға тырысып отырамыз. Олай болатын болса, сіздердің алдарыңызда тұрған үлкен мәселелер туындайды. Ол қандай мәселелер? Танымдылық, зерттеушілік және осыны қабылдай білу. Олай болатын болса, қадірлі студенттер, біз сіздермен негізгі өзекті мәселелерге тоқтала отырып, келесі сабағымызда Қазақстанның тәуелсіздігінің тарихи алғышарттары, ұлттық мемлекетті құру және оның идеялық кезеңдеріне тоқталамыз. Баршаңызға ықылас қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарыңыз сәтті өтсін.